туғанындай болып кеткен апатайым ғой, осы Қарағандыдағы. Сол кісінің жаңағы онкологиядан тұрып, оңалып, өз-өзіне келгенін көргенде мен Мари Хилс компаниясына бірден тіркелдім. Тіпті мен әйтпесе сетевик емеспін. Уақытым да жоқ, шынын айтқанда. Оны жаңағы өзің артыңнан адам жинап, болмаса оны рекламировать етіп, оны ішпе, ондай жалпы уақытым жоқ ол нәрсеге, шынын айтқанда. Өйткені біздің көтеріп жүрген миссиямыз, жолымыз совсем басқа. Бірақ мен Әлиядағы результатты онкологиядан, химиядан кейінгі көрген кезде мен бірден, тіпті эксперимент жасамастан Мари Хилсқа бірден тіркелдім, және бүкіл продукциясын алып алдым. Енді менде қазір күлетін шығарсың, бәрі тұр да, самсап тұр кәдімгі Алматыда, үйде де, Астанада да бәрінде. Түгел мыналардың бәрі коробка менен, өйткені мен өзім результат көрдім. Енді қараңыз, жақында ғана мен Тараз қаласына барам. Таразда мен өте жақын араласатын ағам менен әпкем бар. Енді сыйлас кісілер. Ануар ағамызбенен Нұрбағила жеңеше. Нұрбағила жеңеше де жаман аурумен ауырып қалды. Ол кісінің операция жасамаған жері қалмады, шынын айтқанда. Асқазанында жасады, алып тастап, мына жерінде үйтті, мына жерін біріне бірі жаман аурудан. Сөйтіп жүрген кезде осы Мари Хилсті ішіп, бері оңалып, өткенде ғана осы 19 мартта бардым Таразға. Кәдімгі әпкем деген әп-әйбат болып қалған, Аллаға шүкір. Мен кәдімгі жақсы болыпсыз, Аллаға шүкір деп айтып жатсам, айгүл, мен Мари Хилс компаниясында осындай витаминдерді ішіп жүрмін ғой, бетім бері қарады ғой, жақсы екен деп. Мен айтам, енді жарайды, сіздер, жарайды, Әлия бір ақшасын реклама жасады, жарайды деп қарай салыңызшы, бірақ айдаладағы, Тараздағы менің Нұрбағила әпкем оңалып, беті қарап, бері қарап, әдемі отырған кезде мен айтам, шүкір. Бірінші, бір Алланың құдіреті болса, екінші, жақсы, дұрыс өнімді пайдалану. Ақшасын былай қойыңызшы. Қазір енді асқазан бір мусорный ящик емес қой, болмаса біздің жастар алдыңа не болса соны сала бермейсің, ойланасың. Мен мына соленый огурцы жеймін ба, жемеймін ба, мен мына витамин пайда бар ма, әлде жай бір капсула ма деп ойланамыз ғой, енді қазір сондай жастамын, орта жас. Саналы күйде. Өзіңіз қандай нәтиже көрдіңіз, Айгүл ханым? Менің зрением өте қатты нашарлап кеткен, өте қатты. Мен не жақыннан астигматик бар да, менде астигматика. Алыста жақында да фокус жоқ. Мен мысалы мына очки прогрессив дейміз, жартысы алысты көреді, жартысы жақынды көретін очки. Бірақ кием да, мысалы битсем, жақын битсем, алысты көрем, сол бірақ кидім, сол шашақ кеттім. Енді оған мен мысалы застераны тастадым да, енді біраздан бері. Кәдімгі қазір көп жағдайда мен очкисіз көп оқимын, көп қараймын, очкисіз көп жұмыс жасаймын. Енді кейде нагрузка болмасын деп киіп аламын, мысалға. Сол енді көп естігенім, витилиго болсын, псориаз болсын, енді оны сізден артық